байқау басында айтып кетті. Оралхан туралы естеліктер мейіліміз айтылды. Алып қосарымыз жоқ. Біраз білмейтін жайттарға қанықтық. Оралхан туралы айта берсек әңгіме көп. Бір мектепте оқыдық, бір заманда өстік. Оның барлығы кезінде жазылған. Және қуаныш өзінің мынау жүргізуші өзінің сөзінде бір айтып кетті ғой. Мен Оралханның өз сөзін. Мен очеркке жан бітірдім. Оның тамырына қан жүгірттім дейді. Оралхан періште болып қатып қалған кеңестік дәуірдегі қазақ журналистикасының тұңғыш бұзып жарғышысы болғаны рас. Оны бәрі мойындайды. Оралхан көркем әдебиетте де жаңа серпін әкелді. Жаңаша жазуға. Оралханның артында журналистикада да, көркем әдебиетте де үлкен мектеп қалды. Ол очерк жазды. Бұл очерктермен танылған кісі алдында. Ленинші жаста жүрді. Очерктерінің өзі, ол очерктің эскизін, жаңаша эскизін ғана жасап қойған жоқ. Бұл жан бітірген. Тірі адам жүргенін көрдік біз очерктің ішінде. Адамдардың аса портретін бергенде, не болмаса оның Құдай-ау характерін бергенде керемет болды. Оралхан журналистика арқылы көркем әдебиетке дейді. Көркем әдебиетте бұл тағы жаңалық ашты. Оралханның 49 жыл өмір деп жатырмыз ғой. 49 жылда Оралхан үлкен, даже мектеп емес, университет қалдырып кетті артына. Мынау жаңағы Нұртөре бауырымыздың Әрекеңменен Асқардың жоқтап іздеп отырғаны Оралхандары. Оралхан кешегі алаш азаматтарының, мынау біздің құндылықтарымызға еңбегі сол аш азаматтарының деңгейінде. Бұл жаңағы күнделікті тірліктегі жүрген пенделеріміз ғой біз. Пенделердің шаруасы Оралханға енді түк керек жоқ. Көркем сөз оқып шеберлерін өткізіп жатсын ба, айтыс өткізіп жатсын ба, мынандай фестивальдар өткізіп жатсын ба, түк керек жоқ. Бұл біз үшін керек. Мынау ұрпақ үшін керек. Сондықтан Оралхан қазақ барда, егер 22 ғасырға қазақтың тұяғы ілінетін болса, Оралхан сол кезде өстіп сахна төрінде тұрады. Жасай берсін Оралхан. Фестиваль деп жүрміз, байқау деп жүрміз. Енді екеуінің бәрі көгендікті келетіні бір құрсақтан шыққан дүниелер ғой. Былтыр мынау қаланың әкімі Жақсылық бауырымыз Құдай айдап, осында Құдай айдап, екінші жағынан Жақсылық ықпал етіп, мәдениет бөлімінің қалқаман етіп алды. Ортамыз толып қалды. Қалқаман келгенде өзінің ақындар сілкінді кәдімгі. Мен қалқаман алғашында ренжіген, Құдай шығармашылығымды құрған етіп, не қыл деп жүрсің деп. Артынан барып көзім жетті, қалқаманның келуі жаңа. Біздің ақындар көп қой бізде шығыста. Осы ауыздығымен алсам. Солардың барлығына бір үлкен мектеп болды қалқаман. Лиризм басып кетті. Лиризмнің астында малтығып, тұншығып, Құдай-ау, қазір әшейін бәріміздің санас кезімізде болмысымызда түгел біз лириканы ұстап алған. Мынау да. Деген десеңдер жайлап отырмызда. Қойшы, былтыр әңгімелерден өткізгенбіз. Биыл Оралхан журналист деген тақырып таңдап алдық. Мен жаңа айтып отырмын ғой, Оралхан журналистикада бастаған. 15-20 шақты еңбек түсті. Әрине, біздің шығыстың журналистері тағы да қалыс қалды. Қалыс қалған себебі тағы да жазбай қойды. Жазатындар көбейді. Артынан ренжідім. Жақсы, мен бұл шығыс емес, республика үшін ғой істеп отырғанымыз. Республиканың әрбір түкпірінен түсті. Енді қазір соны марапаттаймыз. Мына мереке қайырлы болсын. Орекеңнің
арбағы жасай берсін. Біз барда, бізден кейінгі ұрпақтар оралханды ұмытуға тиіс емес. Мынау шаралар соның бір түйірі. Рахмет.